Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі видео сабақта бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған аттестациядан өту кезінде кездесетін сұрақтардан бастаймыз. Бірінші бөлім. Бірінші сұрақ. Сипаттау мәтініне қойылатын сұрақ. Жауабы қандай? Екінші. Мәтіннің тақырыбы. Яғни мәтіннің тақырыбы дегеніміз не? Жауабы. Мәтіндегі негізгі ойды немесе тақырыпты қысқаша атау, мәтіндегі оқиға мен ойдың түйіні. Үшінші. Күшейткіш буын арқылы жасалған сөздер. Тып-тыныш, үлкен. Төртінші. Берілген жиындағы артық элемент. Сілеусін, арыстан, жолбарыс, өрнек, қабылан. Дұрыс жауабы өрнек. Бесінші. Ең үлкен ғаламшар. Дұрыс жауабы Юпитер. Алтыншы. Жыл басы ертегісіндегі кейіпкердің сөзі. Мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді? Дұрыс жауабы қой. Жетінші сұрақ. Жіктеу есімдігінің септігі. Маған бар шындықты жасырмай айтшы деген сөйлемдегі жіктеу есімдігі. Еске түсірейік, жіктеу есімдігі дегеніміз белгілі бір жақты ұғыммен байланысты қолданылатын есімдіктің түрі жіктеу есімдігі деп аталады. Жіктеу есімдіктері мен, сен, сіз, ол, біз, біздер, сендер, сіздер, олар деп бөлінеді. Яғни бұл сөйлемдегі жіктеу есімдігі маған, барыс септігінде тұр, маған, саған, оған, бізге, сізге. Дұрыс жауабы барыс септігі. Сегізінші сұрақ. Шегіртке мен құмырсқа мысалындағы құмырсқаға қатысты сөздер. Дұрыс жауабы еңбексүйгіш, шаруашыл. 9. Жарқырайтын құйрығы бар ғарыш денесі. Дұрыс жауабы комета. 10. Жапырақтары жалпақ болатын өсімдік. Дұрыс жауабы ылғал сүйгіш өсімдік. 11. Қорқу мағынасындағы тұрақты сөз тіркесі немесе тіркестері. Дұрыс жауабы екі көзі 4 болды, төбе шашы тік тұрды, жаны зәр түбіне жетті. 12. Табиғат құбылыстарын тірі адам кейпінде немесе жансызды жанды түрде суреттеу тәсілі. Дұрыс жауабы кейіптеу. 13. Сөйлемдегі сөздер байланысу үшін қажетті қосымшалар қатары. Сәуле, іні, ауыр, қал. Дұрыс жауабы ның, сі, ұп, ды. Яғни сәуленің інісі ауырып қалды. 14. Халқыңа адал бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол деп айтқан. Дұрыс жауабы Төле би. 15. Қатардағы артық сөз. Мен, өзі, саған, бәрекелді, ешкім, барлығы. Дұрыс жауабы бәрекелді. 16. Жусанды бойтұмарының ішіне салып алады. Елін сағынған сайын жусанды иіскеп, мауқын басады. Дұрыс жауабы бейбарыс. 17. Мәтін кейіпкері. Мектепке арналған әліппе, оқулықтары мен оқу құралдарын жазды. Баспасөзге мақалалар жазып, өлең шығарды, аударма жасады. Крыловтың туындыларын аударып, 40 мысал деген атпен кітап шығарды. Дұрыс жауабы Ахмет Байтұрсынов. 18-ші сұрақ. Бақыт құсын іздеген кейіпкер. Есімізге түсірейік, оқу және тіл дамыту 8-ші сынып кітабында Бақыт құсы деген ертегі бар. Бұл ертегіні Ыбырай Алтынсарин жазған. Бақыт құсы ертегісінен үзіндіні оқи кетейік.
Араға айлар, жылдар салып оралған әкесі: «Таппадым балам, бақыт құсы еш жерде сатылмайды екен», деді әкесі мұңайып. «Әмзе, ендеше өзім іздеймін», деп жауап берді. Дұрыс жауабы: бақыт құсын іздеген кейіпкер Әмзе. 19-шы сұрақ. Тасбақаның көбею жолы. Дұрыс жауабы: жұмыртқа салады. 20. Ел танудың басы. Дұрыс жауабы: жеті атаңды білу. 21. Үрме бұршаққа ұқсас жұп мүше. Дұрыс жауабы: бүйрек. 22. Сөйлемдегі сын есімді тап. Бұл кезде күрделі дабыл қағылады. Дұрыс жауабы: күрделі. 23. Шығармада кейіпкердің сыртқы түрін, кескін келбетінің суреттелуі. Дұрыс жауабы: портрет. 24. Өлеңде кездескен тұрақты сөз тіркесі. Күзетсем деп қақпаны, жаны бір жай таппады. Келе жатыр доп қуып, шабуылшы он жақтағы. Дұрыс жауабы: жаны жай таппады. Сөз тіркесі. 25. Екінші ұстаз. Дұрыс жауабы: Әл-Фараби. 26. Іші қуыс, бұлшық етті мүше. Дұрыс жауабы: қуық. Құрметті ұстаздар, осымен бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған видеосабақтың бірінші бөлімі аяқталды. Егер де видеосабақ пайдалы болатын болса, арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз.